Барлықтарыңа сәлем достар, біздің кезекті шығарылымға қош келдіңдер. Біз бүгін информатика-математика комбинациясы бойынша мамандықтарды және де сол мамандықтарға бөлінген грант сандарын және осы 2025 жылғы грант қатысу шекті балы қанша екенін және қанша универлер оқытатынын ашып айтатын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріңдер. Бірінші мамандық ол бізде информатика мұғалімдерін даярлау мамандығы. Бұл мамандыққа 750 грант саны бөлінген, сұраныс өте жоғары, және де грант қатысу шекті балы негізі 123 балды құрайды, ал жалпы шекті бал 75 балды құрайды. Және бұл мамандықты оқытатын универлер саны бізде 31 универ, және де ауыл квотасы үшін шекті бал 78 балды құрайды екен. Келесі мамандық ол бізде ақпараттық технологиялар мамандығы. Бұл мамандыққа 4831 грант саны бөлінген, және де жалпы шекті бал 75 балды құрайды, ал грант қатысу үшін 110 балды қажет етеді. Сонымен қатар бұл мамандықты оқытатын универлер саны бізде 11 универ екен. Келесі мамандық ол бізде ақпараттық қауіпсіздік мамандығы. Бұл мамандыққа 2768 грант саны бөлінген, және де жалпы шекті бал 60 балды құрайды, ал грант қатысу үшін 100+ балл керек. Сонымен қатар бұл мамандықты оқытатын универлер саны бізде 12 универ екен. Келесі бізде соңғы мамандық, ол бізде криптология мамандығы. Бұл мамандыққа 32 грант саны бөлінген екен, және де оқытатын универлер саны 3 универ. Жалпы шекті бал бізде 80 балды құрайды, ал грант қатысу үшін 100+ балды қажет етеді. Ал достар, осы пайдалы ақпараттар ұнаса, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңдар. Сонымен қатар информатика-математика комбинациясы бойынша нұсқаларды, жалпы барлық пайдалы ақпараттарды білу үшін осы видеоның астындағы төмендегі описаниеге өтіңіздер. Сендермен қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше.